1945 жыл 9 мамыр жеңіс таң атты. Туған жерден жау табанын бездірген кеңес әскері оларды Берлинге дейін қуып шықты. Германияның астанасында Рейхстагта ту тіккен Рақымжан Қошқарбаев миллиондаған ананың көз жасын тыйып үрейде өмір сүрген елге бейбіт өмірдің басталғанын аңғартты. Көзі тірісінде Қызыл орденмен марапатталған лейтенантқа 1999 жылы елбасының жарлығымен халық қаһарманы атағы берілді. 1941 жылы соғысқа аттанған кеңес әскерінің 1.200.000 қазақ ұлы. Ашаршылық кезінде ұрпағымның жалғасы деп аман алып қалған ұл бала дәл осы сәтте ер жетіп, қолға қару алып соғыс алаңына аттанды. Оның 600.000 елге қайтып оралмады. Елім, жерім деп отан үшін отқа түскен 27 миллион сарбаздың өмірін жалмаған қанды қырғын 1418 күн жалғасты. Сондағы әрбір сарбаздың ойын қас батырымыз Бауыржан Момышұлының сөзімен беруді жөн көрдік. Біз майданда болып, белбардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік.